Ассалаумағалейкум, құрметті жаңаөзендіктер, Рахат ауылының тұрғындар. Біз мына Жаңаөзен қаласының әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы өзен энергия сервис мекемесінің жұмыскерлерінің талаптарын жеткізу үшін келіп тұрмыз да. Қазір Ереуілде тұрған мекеме, жаңа осы жерде айтылып жатқан өзен энергия сервис деген мекеменің есімім, аты жөнім Жанаманов Нұржан. Мен мына сұрақты Ноғаев мырза тікелей сіздің өзіңіздің жауап бергеніңізді алайын. Себебі бізге Ибағаров мырза келді, оның замы да келді. Біз деген мына мекемелер болып талапта қойып тұрмыз да қазір Ереуілде. Жалақы мәселесі бірінші мәселеміз да. Жалақы мәселесі біздің жұмысшылардың орташа жалақысы 90 мың теңге мен 120 мың теңге аралығында. Соны ең төменгі жалақы мөлшерін 250 мың теңгеге көтеріп беру. Сосын екінші талабымыз мерекелік сыйақылар толыққанды берілсін. Әлеуметтік пакеттер үшінші талабымыз. Әлеуметтік пакеттер осы күнге дейін берілген жоқ. Соның ішінде демалыс орындарына жолдама, балдарымызға жазғы демалысына лагерге жолдамалар берілсін деп талап қойып тұр. Әкімшілік тарапынан бізге субсидия бөлінсін. Мекеме деген, қазір айтам, жұмыс беруші тарапынан жұмысшылар уәкілдік берген азаматтар қудаланбасын. Бесінші талабымыз да. Осы 5 талапты айтып тұрмыз, сізге қазір қағазды берейін. Сосын біздер мұнайшылар қаласында тұрамыз да, нарықта инфляцияға байланысты баға шарықтап баратыр. Базарымызда, магазинімізде, жолымызда, таксиімізде барлық зат қазір. Любой зат, тек электриктердің айлығынан басқа бәр зат қымбаттап баратыр да. Барлығымыздың осы жерде кредиттеріміз бар, коммуналдық төлемдеріміз бар, ішіп жейтініміз бар да. Бала шағамыздың мектеп садигі бар, осының барлығын алатын жалақымыз жетпейді. Мекеменің жағдайына келетін болсақ, 2 миллиард қарызы бар біздің мекеменің да. Счеттары жабық тұр, бұғаттаулы. Мұнайшылар қаласына қызмет көрсетіп отырған осы коммуналдық мекемелер барлығы. Соларға өзен мұнайгаз тарапынан қаржылай көмек бөлінсе деген жағдайымыз жақсарар еді деген ұсынысымыз бар да. Біздер қазір еңбек дауымызбен тұрғанымызға 4 күн болды. Осы мәселелер бойынша облыс әкімі ретінде өзіміз келіп, мәселемізді шешіп беруіңізді сұраймыз. Қағазды сізге берсек бола ма? Беріңіз. Жаңа заңды талаптарынан өткеніміз туралы, ішінде татуласу комиссиясын құрғанымыз туралы, арбитраж